Alright, 9-шы сабағымызды бастайық. 9-шы сабақ жалпы графикалық паттерндарға арналған. Ағылшынша pattern деп айтамыз. Жалпы chart pattern. Графикалық қандай бір қозғалыстар немесе паттерналар. Бұл біздің кез келген трейд жасаған кездегі ең маңызды, бізге білу керек жалпы тақырып. Біз білеміз, свечалар немесе шамдар деп айтамыз. Осы шамдар жалғыз беретін сигналдарын біз көрдік. Енді осы сигналдар екеу болса, үшеу болса қалай деген көрдік. Өздерінің аттары бар, беретін сигналдар бар. Дәл қазір біз олар 3-тен жоғары болса, 4-тен жоғары болса, немесе көп сондай candlestick свечалар біріккен жағдайда, Alright, 9-шы сабағымызды бастайық. 9-шы сабақ графикалық паттерндар, яғни шаблондар деп айтсақ та болады. Жалпы chart pattern деп аталады. Біз свеча шамдарды көрген болатынбыз. 1, 2, 3 свеча болған кезде бізге қандай сигналдар информациялар береді. Ал енді одан жоғары болған жағдайда, 4-тен жоғары, немесе одан да көп болған жағдайда біз қандай сигналдар береді деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Жалпы графикалық паттерндар өте маңызды тақырып. Трейдинг инвестиция жасағанда, анализ жасағанда ең маңызды тақырыптардың бірі деп айтуға болады. Енді свечалар көбейген сайын қандай бір бейне жасайды. Сол бейне ол қандай бір себептермен жасалады екен. Яғни бұқа және аю трейдерлар, bull bear трейдерлар поддержка resistance, жаңа support resistance деңгейлерін жасаған жағдайда ол қандай бір бейне жасалынады екен. 3 бұрыш, 4 бұрыш деген. Осы бейнелер арқылы бізге сигналдар береді екен. Сондықтан бізге бұны білу өте маңызды. Соның ішінде ең көп қолданылатын double top, double bottom, head and shoulders, wedge pattern, rectangle, triangle. Rectangle деген мысалы 3 бұрыш, triangle деген 3 бұрыш, rectangle ол 4 бұрыш біздің білетін. Бір-бірден көрейік. Chart pattern, графикалық паттерндар кез келген уақыт бірлікте болады. Time frame деп айтамыз. Уақытта мысалы 1 минут, 5 минут, 15 минут немесе 1 күндік. Барлық кез келген сіз уақытқа қолдана аласыз, және де ол day trading, swing trading, немесе ұзақ уақытқа инвестиция, 1 жылдың графигі, 1 күннің графигі кез келгенде де шығуы мүмкін, және беретін сигналдар бірдей екен. Жалпы оны ішінен 2-ке бөлеміз. Біріншісін жалғасу паттерндары, яғни ағылшынша continuation pattern деп айтады, немесе бұрылу паттерндары, кері бағытқа бұрылатын. Оны біз reversal деп атаймыз. Reversal бізге көбінесе саппортта, яғни поддержкада, немесе үстіңгі резистенстарда пайда болады. Ал жалғасу паттернасы сол бағыт қайтадан ары қарай не өсу арқылы, өсіп баратса, өсіп ары қарай жалғасып өседі, құлап баратса, жалғасып құлап түседі екен. Ең осы ішіндегі біз көретін бүгінгі паттерналар, бұларды біз жеке-жеке талқылайтын боламыз дәл қазір жағдайда. Ең маңызды, ең көп қолданылатын ол double top. Double topты қазақша біз 2 шың, үстінде 2 шыңы бар деп атасақ болады негізінде. Қандай бір графика жоғары өсіп баратқан қозғалыс, мысалы Tesla компаниясының графикасы кез келген уақытта, 1 күннің графигында, 1 жылдың графигында маңызды емес. Уақытын сіз өзіңіздің стиліңізге байланысты таратасыз. Сосын ол өсіп баратқан жағдайда бір шыңға жетіп, резистенс жасап, сол жерден құлап, яғни құлап, резистенс алып, сосын кішігірім анандай поддержка жасайды, саппорт жасап, алдындағы құлаған шыңнан, бағадан қайтадан құласа, 2 рет сол жерге тест жасап құлайтын болса, сосын астындағы жаңағы саппорт поддержкасын астына қарай бұзған жағдайда біз оны double top деп атайды екенбіз. Бұл double топтың бізге беретін біріншіден бұл reversal паттернасына жатады. Reversal деген ол бұрылу, яғни өсіп баратқан тренд астына қарай құлайды екен да, кері бағытқа құлайды. Кері бағытқа құлау үшін 2 рет ол тест жасалынады. 2 рет оны резистенста 2 рет келіп сол жерден құлайды. Яғни бұның ар жағындағы мағынасы
үстіндегі мына екі топ жасап тұрған үстіндегі шыңда үлкен сатушылар бар, немесе аю трейдер инвесторлар сол жерден бағаны ұстап астына қарай құлатуға тырысып жатыр, шорт жасап жатыр, не акцияларын сатып жатыр деп біз солай түсінеміз. Бірақ бұның нағыз дабл топ болу үшін астындағы поддержка немесе саппорт дейміз, бұны біз бұл дабл топ паттернасында неклайн деп атаймыз. Неклайн деген негізі қазақша енді иықтың сызығы дейміз бе, солай. Неклайн, иықтың сызығы. Осы сызықты астына қарай тек бұзған жағдайда ғана біз не дейміз? Біз оны дабл топ дейміз, және бұл бізге шорт сигналын береді. Бұны біз негізі дей трейдингда да, swing трейдта да, үлкен картиналарда да бере береміз. Бұл қолданылады, және де үлкен графикта қолданған сайын сигнал күштірек болады екен. Мысал ретінде алатын болсақ, бұл енді үлкен картинасында жасалынған, көріп тұрсыздар, аймен тұр, октябрь, новембр, 11-12, 22, одан кейін ары қарай бітіп. Қарасаңыздар, қатты өскен, қандай компания екені дәл қазір белгісіз, бірақ маңызды емес. Кез келген компанияның кез келген графигында шығуы мүмкін. Бір рет тест жасап, топта шыңнан құлап, неклайн поддержкадан, неклайннан поддержка алып, қайтадан осы үлкен шыңнан қайтадан құлаған жағдайда осы неклайнның бұзғанын біз күтеді екенбіз. Бұзған жағдайда бұл неклайннан биік шыңына дейін, ең биіктігіне дейінгі арама қашықтық осыншама биіктік, дәл осыншама биіктікте бұл бұзған жерінен астына қарай құлайды деген бізге сигнал береді екен. Біз егер шортқа кіретін болсақ, мына неклайнды астына қарай бұзғанын былай күтеміз. Егер бұзған жағдайда біз мына маңайдан шортқа кіреді екенбіз. Ол жағдайда біз take profit деп атаймыз, пайдамызды осы жерге қоямыз. Бұл жерде енді алдында тағда поддержка саппорт зонасы жасағандықтан бізге оңай болып тұр, және қарасаңыздар арама қашықтығы мынаған дейін бұзған жерден астына дейін құлаған. Құлағаннан кейін сізге шығып кету керек, take profit-тан. Себебі шығып кетпесеңіз, ол қайтадан барып, үстіндегі неклайн зонасын тест жасауы мүмкін осылай. Ол жағдайда сізге ақша кіріп, қайтадан шығып кету мүмкін. Психологияңызға әсер етеді. Сол себепті бізге шығып кету керек. Стоп-лоссты біз қайда қоямыз? Көбінесе неклайн үстіне қарай қояды екенбіз. Кейбір жағдайларда болады, дей трейдингдарда мынаның үстіне қойылатын. Ол кезде арама қашықтығы жақынырақ болу керек. Мына неклайн мен биік шыңына дейінгі арама қашықтық. Жалпы болғанда осылай біз дабл топ деген шаблонды біз трейд жасайды екенбіз. Дабл топтың дәл қарама қарсы дабл бадым деген бар. Дабл бадым деген ол W әрпіне қатты ұқсайды. Бұл бізге дабл топ бізге шортқа сигнал берсе, шорт жасауға бізге сигнал берсе, дабл бадым ол бізге лонг позиция жасауға, яғни сатып алуға сигнал береді екен. Бұл көп жағдайда құлап атқан трендіні қайтеді. Үстіне қарай кері бағытқа ауыстыратын сондай шаблон. Егер осындай қозғалыс сіз көріп тұрсаңыз, сіз түсінесіз, бұл бізге яғни сатып ал деген сигнал беріп жатыр екен. Сол себепті біз неклайнды үстіне қарай бұзғанын біз күтеді екенбіз. Яғни тренд құлап отырып бір бағаға кеп өсіп, ол қайтадан резистанс алып, астыңғы поддержка алып атқан жаңағы бағаға кеп қайтадан өсіп, жаңағы резистанс жасаған неклайнды үстіне қарай бұзса, көп жағдайда бұзу дегенді біз қалай қабылдаймыз? Свечасы жабылу керек. Сосын свечаның денесі, мына денемен сызылған сызық бар ғой, осы сызықта денесі сыртында жабылу керек. Мысалы, мына жағдайда былай. Мысалы, 1-2 рет тест жасалды, денелерімен сызық сызылады былай. Жерде зонамен сыздық, бірақ свеча денесі сыртында жабылу керек осылай. Сол жағдайда біз бұл яғни неклайнды бұзып жатыр деп түсінеміз. Бұл график бұл жерде кішкене толық салынбаған, бірақ құлап келе жатқан тренд деп түсініңіздер. Бірақ біз енді мына қарасаңыз, мына графикте өте көзге әдемі немесе өте көзге ыңғайлы көрініп тұрған болмаса, өмірде жалпы дәл осылай әртүрлі ситуацияларда көрінеді екен. Сізге осыны көру керек, яғни көріп шыдау керек. Сол кезде бұл сізге көріп шыдау, ол тағда сізге
практикамен келетін жағдай. Сондықтан сізге практика жүзінде бұны қолдана үйрену керек. Ал бұл сізге сатып ал деген сигнал береді. свеча жабылды, сразу сатып алуыңызға болады, немесе кішігірім мынандай pull back деп атаймыз, артқа қарай қайтып тест жасайтын мына нені бұзып жатқан неклайн зонасы. Осы кезде сізге сатып алуға мүмкіндік береді. Кіресіз, көп жағдайда неклайн мен астыңғы жаңа поддержка болған зонасына дейінгі биіктіктей үстіне қарай бұзған жерден соншалықты үстіне қарай өседі деген болжам көбінесе береді. Сізге бірінші осы жерден шығып кететін мүмкіндік берді. Кейбір жағдайларда бұл жалғасып былай өсуі мүмкін. Мысалы жаңа дабл бадымда сразу қатты түсіп алды да қатты өсіп кетті ғой. Бұл жағдайда қарасаңыз бірінші таргетқа жетті да астына келіп pullback кішігірім артқа қайтып, сосын қайтадан жалғасып өсіп жатыр. Бұны біз көп жағдайда объемдармен, волюм, жаңа көлемдерді қарау арқылы қаншалықты свечалардың биіктігіне қарай біз енді көрдік қой. Соларға байланысты қаншалықты агрессивный өсіп жатқанына қарай біз ары қарай қаншалықты өсетін болжай алады екенбіз. Егер дәл осындай ситуация болып жатса, сіз біріншісінен де шығып жартысын, екіншісінде екінші дәл осындай қайтадан өседі деген болжам қойып, қалғанын үстінен шықсаңыз болады деген позициядан. Бұл жерде Ли деген компания, бұл электрондық машина шығаратын Қытайдың компаниясы, 5 минуттық уақытпен свечалар көрініп тұр бізге. Яғни бұл day trading болып жатыр деген сөз. Қарасаңыздар, мына жерде биржа ашылып жатыр, мына сары түстен ақ түске ауысып жатқан жерінде биржа ашылып жатыр. Сосын бұл ары қарай қатты өсіп кеткен. Қарасаңыздар, 31-де 6-да кірдік, 32-де 4-те біз пайда көреміз. Пайдамыз 2,5%. Дабл бадым деген шаблонмен біз трейдші пайда көрдік. Жалпы дабл топ, дабл бадым деген шаблондар осы. Келесі head and shoulders, яғни қазақша аударсақ бас және иық деген сөз. Екі иық, бас деген сөз. Біз енді head and shoulders деген шампунмен білеміз. Жалпы бұл бас және иықтың несін сізге жасайды деген сөз. Енді қарасаңыз, екі иық бір бас болғандықтан бұл жерде үш мынандай шың бар. Дабл топқа ұқсайды, екеуде де шортқа сигнал береді, өсіп жатқан трендіні құлататын сондай шаблон. Құлады деген сигнал. Осымен өсу бітті, енді құлайтын тренд басталды деген сигнал. Бұл жерде үш мынандай шыңы болады, және де бірінші иығы мен екінші иығы көбінесе шамалас болады, бір деңгейде. Кішкентай өзгерістер болуы мүмкін. Сосын басы хеді үстінде биігірек болады. Дәл бас пен иық сияқты. Бірақ неклайны бұл жерде маңыздырақ. Неклайн сызығы дабл топ пен дабл бадымда бұл жерде екі сызық болғандықтан көбінесе горизонтальный болады. Бірақ head and shoulders'та көп жағдайда горизонтал болмайды екен. Көп жағдайда былай жанама кішкентай қисықтау сызықтармен сызылуы мүмкін. Немесе сіз бұны зона ретінде тағы да қолдана аласыз. Мысалы, бұл жерде PAP деген компания, Pepsi болуы мүмкін. Бір күндік уақытпен алатын болсақ, үлкен картина көріпсіздер, 10 айдан 12 ай, 4 айға дейін, 6 айдың графигін көріпсіз. Қатты өсіп атқан тренд қайткен. Бірінші иығын жасады, неклайнға келді, екінші басын жасады, үшіншісінде шолдыр қайтты. Бұл жерде қарасаңыз, үшіншісінде шолдыр кішкене бірінші шолдырдан чуть-чуть биігірге, негізі дабл тапқа да кішкене жақындау. Осындай өмірде көзге кішкене басқалай көрінуі мүмкін, сіз көре алмай қалуыңыз мүмкін. Сол себепті көп компаниялардың графиктарын қарап, осылай практика жасап үйрену керек. Бұл жерде маңызы көбінесе неклайн. Бұл неклайн зонасы бұл жерде горизонтальный көрініп тұр, мына жерден бұзып отыр. Кейбір жағдайда бұза салады да, бұл үстіне қарай тест жасайды. Тест жасаған кейбір тест үстіне қарай қайтадан өсіп кетеді, яғни жалған бұзып жатқан сияқты, fake breakout деп айтамыз ағылшынша. Жалған бұзу. Жалған бұзу жағдайлар кейбір жағдайда манипуляциялармен болады, әдейі сізді стоп аут қылу үшін. Сол себепті мынандай үлкен картиналарда біз стоп лостарды кішкене алысырақ қоямыз. Оны сіз ситуацияға байланысты, свечаларға байланысты қоясыз. Мысалы, ең жақын үлкен свечаның үстіне, немесе ең жақын кішкентайнандай резистенстардың үстіне деген сияқты. Бұл ситуацияда мен мына жерге қояр едім. Кірдіңіз, take profit мына маңайда 154. Неге 154-ке қойып жатырық? Себебі неклайннан басына дейінгі биіктіктің
мөлшеріндей бұзып атқан деңгейден астына қарай соншалықты деңгейде құлайды деп есептелінеді. Бұл жерде бізге 7% пайда беріп тұр. Head and Shoulders дабл топ, дабл ботtomмен салыстырмалы түрде бұл сирек шығатын графикалық паттерна, және де бұл сирек шығатын болғандықтан бұның құлайтын және сол бағытқа кететін шанс көбірек және агрессиві көбірек, пайдасы да көбірек болуы мүмкін. Өйткені бұл шығу шансы қиынырақ, 2 рет емес 3 рет тест жасайтын болады. Дәл осы Head and Shoulders-тың енді Inverted Head and Shoulders деген бар. Inverted Head and Shoulders деген қазақша енді Head and Shoulders-тың керісінше түрі деген сөз. Бұл сізге Double Bottom сияқты сатып алу сигналын береді. Сатып алу сигналын береді, яғни сондықтан бұл поддержкада пайда болатын болып тұр ғой, саппорт зоналарда. Қандай бір қозғалыс құлап атқан кезде бірінші shoulder жасайды, бірінші иығын жасайды, астына қарай бірақ кері. Екіншісінде басын жасайды. Басы астына қарай тағы да төменірек болады. Екінші иығы бірінші иықпен ұқсас деңгейде. Бірақ neckline көріп тұрғандарыңызда тағы да кішкене қисық, былай көлделең жасалынып тұр. Бұл жерде бұзды деген сигнал мына жерден беріп тұр. Бұзған жағдайда біз қайтетін болдық. Біз сатып алады екенбіз, long позицияға кіреміз. Сатып аламыз. Стоп-лоссты болғанда ситуацияға байланысты агрессивіне қойсаңыз, осы кірген свечалардан астына қарай азғантай орын беріп, астына қарай қойға болады. Пайдамыз, take profitіміз бастың ең төменгі деңгейінен neckline-ға дейінгі биіктіктің мөлшеріндей бұзып атқан деңгейден үстіне қарай. Қарасаңыздар, бұл жерде үлкен зона бар, резистенс зонасы құлаған, дәл соған кеп, дәл солай тарып жатыр дейміз. Осы жағдайда біз 20%, мысалы AMD деген компания, бұл шип шығаратын компания, осы AMD компаниясы 20% бізде пайда көретін бізде мүмкіндік болған екен. Осындай кейбір ситуацияларда стоп-лосс астына қарайына, иықтың астына қойылады, бірақ стоп-лоссты иықтың астына қою дәл мына ситуацияда өте алыс болып кетеді, және сіздің рискіңіз көбірек, пайдаңыз азырақ болып қалады. Сол себепті көбінесе кішкене жақынырақ қойылады екен. Кіріп атқан свечалардан астына қарай кішкентай орын бересіз. Неге орын береміз? Жаңа тест жасаған кезде біз позициядан минуспен шығып қалмау үшін. Келесі свечалар ол rising and falling wedges. Rising and falling wedges деген өсіп жатқан және құлап жатқан wedge паттерналар. Бұлар негізі үш бұрыштарға өте ұқсас. Көбінесе бір wedge шаблоны паттернасы 10-50 свечалардан пайда болады екен. Бұл көп жағдайда екі жаққа да бұзады, сізге сатып ал немесе шорт деген сигнал береді. Бірақ көп жағдайда бізге кері өсіп атқан тренд құлайды, немесе құлап атқан тренд өседі. Кері бағыттарда сигнал көбінесе береді екен. Rising wedge деген мысалы былай. Қандай бір қозғалыс өсіп атады. Бірақ өсіп атқан кезде қызық жері бұл былай. Тренд линиялар бар. Біз енді қандай бір өсіп атқанандай қозғалыстан сызықсыз аламыз. Тренд линия сызамыз, тренд лайн деп атаймыз. Тренд линия сызықтарын саламыз. Осы тренд линия екі сызық сызған жағдайда екеуі былай параллель емес жағдайда бір-біріне кішірейіп баратыр. Бірақ екеуі екі сызық, екеуде де өсіп жатқан сызықтар яғни. Осы жағдайда екі тренд линия қатар осылай болса, бір-біріне параллель емес болған жағдайда, екеуде де өсіп баратқан жағдайда, бұны біз өсіп атқан, яғни rising wedge паттернасы деп атаймыз. Бұл көп жағдайда астына қарай осылай бұзылады екен. Үстіне бұзатын кездер болады, ол кезде біз long позицияға кіреміз. Жалпы бұның беретін сигналы астына қарай бұзылды, свеча жабылды, біз шортқа кіреміз, шорт сигналын жасаймыз. Бұның таргеті take profit'ы. Көп жағдайда осы wedge шаблонының ең биік мөлшерін аламыз, биіктігін осылай астынан үстіне қарай процентпен, сосын бұзған жерден соншалықты астына қарай құлайды деп болжанылады. Яғни бұл 100% емес, бірақ болжамдары. Стоп-лоссты көп жағдайда бұзып атқан свечаның үстіне қойылады негізінде. Бірақ егер агрессивті қоймайым десеңіз, мына wedge шаблонының үстіне стоп-лоссты сіз қоюыңызға болады екен. Мысал алатын болсақ, мына жерде day trading, бұл жерде Apple компаниясы білесіздер, iPhone шығаратын 5 минуттық шаблонда өсіп атқан жағдайда мынандай wedge пайда болды. Wedge пайда болды да
астына қарай бұзып жатыр, көрдіңіз ба? Осындай сызықты сызып аласыз да, сіз қайтесіз, бұзғанын күтесіз деген сөз. Бұзды, мысалы мына жерде біз көзімізге кішкене ыңғайсыз болғандықтан біз 100% сенімсіз болсақ, келесі свечаның қызыл жабылып, былай свечаның толық жабылғанын күтеміз. Егер бұл толық мынандай денесі бар свеча жабылмай қойса, мынандай доджилар жабыла беретін болса, тағы да ол горизонталға жатады да, оны күту керек болады. Мына жағдайда мына қызылдан біз шортқа кіре алады екенбіз негізінде. Ол жағдайда сіз take profitіңізді мынаған қоя аласыз, немесе мынаған қоя аласыз. Бұл кішкене агрессивті take profit, пайда көретін баға. Негізінде мынаған дейінгі биіктіге, осыншама биіктікте бұл құлап атқан бағадан соншалықты төмен құлайды деп болжанылады. Жобамен мына маңайда сіз take profitіңіз бар, пайда көріп шығып кетесіз деген сөз. Ары қарай жалғастыруға бола ма? Болады. Ол сіздің акцияңыздың қаншалықты агрессивті қозғалып жатқаны объемына байланысты екен. Бұл жерде көріп тұрсыз, entry 136-да 75-тен кірдік, take profit 135-те 5 деген мына маңайда жобамен мына маңайға дейін құлайды деп болжағанбыз. Бұл енді мысалда, бірақ ол сізге байланысты. Жалпы енді риск менеджмент деген сабақты біз тағы да тоқтап көреміз. Сол жерде айтылады, 2-де 1, 3-те 1 жаңағы салыстырмалы түрде біз пайдамыз үнемі жоғары болу керек рискті. Falling wedge деген енді дәл жаңағының кері түрі. Құлап атқан wedge шаблондары, падерналар. Ол көп жағдайда құлап атқан қозғалыс жалғасып, енді құлап атқан қозғалыс бітуге таяған кезде осындай шаблон жасайды екен. Ол екі сызық, екеуі де құлап жатады, бірақ параллель емес. Қысылып барады деген сөз, кішірейіп барады, жарылады деген сөз, былай айтқан кезде. Сосын ол жарылған кезде көп жағдайда кері бағыт жасайды. Сол кезде бізге ол сатып алу сигналын береді. Өсіп атқан тренд былай wedge жасайды. Мына жерде бағанағы Ли деген компания, Қытайдың. Бұл үлкен картина, 1 жылдық. Осыдан қарасаңыздар, мына жерде бұзды, сразу бұзғаны көріп тұрмыз. Мұнаны нақсап бұзылғаны түсінікті болған жағдайда біз шаблон свечаның жабылмай тұрғанда кіріп кете аламыз, яғни. Осы маңайдан сразу жабылмай тұрғанда. Бірақ жабылғанын күтсек, ол бізге қауіпсіздеу. Сондықтан біз кірдік, бұл жерде біз take profit кішкене алыстау қойдық. Енді көзге анық болып тұрғандықтан, өйткені секіріп сразу өсіп кетті. Бұл жерде биржаның жалпы қозғалысы не болуы мүмкін, 40% деп жазылған, кішкене өте оптимистик көзқарас. Негізінде қарасаңыз, кірдіңіз, стоп-лоссты алыс қойған жағдайда біз пайдамызды кішкене алысырақ қоямыз. Өйткені келді, мына үлкен шаблонды үстіне қарай бұзды, уже көп жағдайда жалғасы бар қарай өседі екен. Сондықтан біз лонг позицияға кіреміз, мына свечадан мына жерден кіреміз, ортасынан кіруге болады, жабылғаннан кейін кіруге болады. 3 түрлі вариант. Сіз жабылғаннан кейін кірсеңіз, көзіңіз жетті деген сөз, және шаблонның стоп-лоссыңызды свечаның сразу астына қоя аласыз. Егер сіз жабылмай тұрып кірсеңіз, стоп-лоссыңыз мынаның астында болу керек, себебі бұл қалай жабылатынын сіз біле алмайсыз. Сол себепті ол астына қарай құлап кетсе, сіз стоп-аут болып қалмау үшін, жаңа минус кіріп қалмау үшін астына қарай қоясыз. Сосын take profit алысырақ, себебі негізінде мынаның биіктігімен есептелінеді. Бұл жерде енді кішкене take profit алысырақ қойып жатырмыз. Жалпы ол сізге байланысты. Wedge паттернда осындай. Бірақ енді өтті көп кездеседі деп айта алмаймын, әртүрлі жағдайларда кездеседі. Бұны сіз кез келген трейдер инвестор білуге міндетті. Bullish, bearish, rectangle деген ол төртбұрыштар, қазақша айтқан кезде. Bullish бұқа, bearish аю. Енді бұлар көп жағдайда support пен resistance-тан пайда болады. Көбінесе горизонтал, бұл енді төртбұрыш болғандықтан. Өте қарапайым. Астында саппорт бар, үстінде резистенс бар. Bearish деген ол құлап атқан төртбұрыш. Ол көп жағдайда құлап жатқан тренд болып атқан кезде андай пайда болады, горизонтал болады. Сол кезде ол құлап жатыр, төртбұрышқа кірді, горизонтал. Осыдан кейін ол жалғасып құлайды көп жағдайда. Continuation жалғасатын шаблон. Сол кезде біз көп жағдайда астына қарай құлайды деп болжауымыз керек. Бірақ үстіне қарай өсіп кететін шанс бар ма? Бар. Астына қарай бірақ болжаймыз шортқа кіруге. Бұл жерде шортқа кірдіңіз, негізінде пайда take profitті біз
rectangle төртбұрыштың биіктігіндей мөлшерде бұзып атқан деңгейден астына қарай құлайды деп біз болжайды екенбіз. Бірақ стоп лоссты бізге екі түрлі вариантта қоя аламыз. Біріншіден осы бұзып атқан свечалардың үстіңгі жағына қоя аламыз. Бір азғантай орын береміз. Тақап қойып тастауға болмайды деген соға. Тақап қойып тастасаңыз ана манипуляцияға кіріп кетесіз. Сондықтан стоп лоссты жобамен мына маңайға қоюға болады, мысалы. Мына тест жасаған кезде біз мына свечаға тақап қойып тастаған жағдайда стоп аут болып қаламыз. Сол үшін кішкене орын қоямыз, орын қоямыз. Екінші вариантта біз rectangle-дың үстіне, яғни resistance үстіне қою керек болады. Ол жағдайда сіздің таргетіңіз кішкене алыстау болады, яғни таргет take profit, біздің пайда көретін бағамыз. Ол келесі поддержкада болады, және біз мына rectangle-дың биіктігінен ары қарай кішкене алыстау қоюға тура келеді. Кішкене агрессивті түрде деп айтсақ болады. Енді мысал алатын болсақ, мына жерде Meta, Facebook компаниясын білесіздер. Facebook компаниясы 1 минуттық day trading биржа ашылғаннан кейін, біраз уақыттан кейін құлап келе жатыр. Rectangle пайда болды, мына жерден бұзды. Негізі мына жерден бұзып бастап жатыр, уже мынадан кіріп кетуге болады. Бірақ тест жасаған көріп тұрсыздар. Сол кезде біз стоп лоссты кішкене ортасына қарай орын беріп қоятын болсақ, негізінде пайданы біз мына жерден көреміз, не бойынша. Бұл жерде ең үлкен қозғалыс мына жерде болғандықтан біз мына жерге дейін күтетін бізде chance болды деген сөз. Бұлай тағы да практика жүзінде rectangle төртбұрыштың пайда болған жағдайда көп жағдайда жалғасып құлайды көбірек. Сол себепті біз take profit алысырақ қоя аламыз. Бірақ сіз оны ситуацияға байланысты басқа да индикаторларды қолдана отырып, сіз бұны тексереді екенсіз. Bullish rectangle. Бұл дәл жаңағының кері түрі. Өсіп атқан тренд қайтады, пауза алады. Сосын ары қарай uptrend деп айтамыз, uptrend. Пауза алады да rectangle-дың ішіне кіреді да төртбұрыштың үстіне қарай бұзады екен. Ол жағдайда біз бұзғаны күтеміз, бұзылды, сразу long позицияға кіреміз. Сосын жобамен rectangle-дың деңгейіндей, енді гарантия деп айтпай қояйық, жалпы солай өсетін чансы енді бар деп есептеледі. Жалғасып осылай көбірек ары қарай өсетін көбінесе чанстар болады екен. Rectangle-да практика жүзінде. Бірақ стоп лоссты қойғанда сол бұзып атқан свечаның астына қоямыз, немесе ең астыңғы поддержка қоямыз. Стоп лоссты мынаған қоятын болсаңыз, сіз таргет take profit мына жерде болады. Стоп лосс ең астына қойсаңыз, мына жақта болады. Bearish, bullish pennants, немесе flag деп айтамыз. Жалпы трейдинг саласында атақты шаблондардың бірі, бұны негізінде bull flag, bear flag деп атаймыз. Мысалы көріп тұрғандарыңыздай, біздің BK Trading Академиясының туы. Мысалы, ту сияқты бейне дейміз. Ол болғанда осылай дәл осы ту сияқты бізде төртбұрыш болуы мүмкін, немесе үшбұрыш пайда болуы мүмкін. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, мысалы жерде үшбұрыш пайда болған, мына жерде төртбұрыш пайда болған дейсіз. Екі түр болады екен. Енді тудың да екі түр бар, сол сияқты. Мына жерде қарасаңыз bull flag-тар, мына bull flag. Bull flag-тар қатты өсім болған кезде осындай rectangle сияқты, бірақ қалайтсақ болады, үшбұрыш болып қысылып келеді да, үстіне қайта бұзады екен. Ол жағдайда сіз бұзған свеча бұза қалған кезде объем жақсы болса, сол бұза қалған кезде кіресіз негізінде. Стоп лоссты сол бұзып атқан свечаның астына, немесе мына тудың астына қойсаңыз болады. Екі түрлі вариант бар. Соған вариантқа байланысты. Жалпы take profit пайда көретін жеріміз мына алдындағы қатты өскен қозғалыс үстіне қарай қайталанады деп есептелінеді. Мына жерде де сондай. Бірақ ту үстіне қарай болуы мүмкін, астына қарай былай болуы да мүмкін. Сол себепті екі түрлі вариант. Мына жерде көріп тұрсақ, тудың несі астына қарай. Мына жерде чуть-чуть үстіне қарай. Мына қарасаңыз, wedge-ға кішкене ұқсайды, бірақ та горизонтал болады бұл жерде. Wedge-да болған екен былай ғой, мына жерде горизонтал. Осы сақта жағдайлар болады. Bear flag, яғни астына қарай бұзған жағдайда кіресіз, шортқа стоп лоссты үстіне қоясыз, свечаның үстіне кішкентай орын беріп қоясыз, немесе тудың үстіне қоясыз стоп лоссты. Take profit пайда көретін бағалар негізінде мына құлаған қозғалыс дәл осының астына қарай дәл қайтадан солай қозғалады, құлайды деп есептелінеді. Сондықтан бізде take profit мына маңайда болады деген, take profit пайда көретін бағаларымыз. Осылай бізде екі жақ түрінде пайда болады екен. Көріп тұрсыздар, құлап келді,
үшбұрыш пайда болды, бұзып жатыр, осы жерден кіреміз дейміз. Стоп лосс үстіне қоясыз, пайда астында. Көп жағдайда bear flag, bull flagтың пайдасы көбірек бізге беретін пайдалар. Мысалы, мына жерде көріп тұрсыз, Apple компаниясы 5 минуттық time frame деп атаймыз, 5 минуттық уақытпен қойған кезде свечаларды. Биржа ашылды 5 минут. Сосын құлап жатыр да bear flag жасады. Bear flag жасады да астына қарай бұзды. Осы жерден біз кіреміз деген сөз. Бұзғаннан кейін кіреміз. Entry деп тұрған кішкене жалпыламай жазылған ғой. Мына домалақтың ішіне. Мына свечадан кіреміз. Свеча жабылғаннан кейін кірсек қауіпсіздеу. Стоп лоссты үстіне қоямыз да пайда мына маңайда. Өйткені мынадан мынаған дейін құлаған қозғалыс мына жерден астына қарай сол қайтадан қайталанылады деп есептеледі. Қарасаңыз, мына жерде қайтадан rectangle бағанағы төртбұрыш пайда болған, қайтадан астына жалғасып құлап жатыр. Мына жерде bullish pennant өсті, келді, мына жерде бұзып жатыр. Свечаның жабылған күтпеуге болады кейбір жағдайларда. Ситуацияға байланысты стоп лосс астына take profit маңайда. Себебі мынаның биіктігіндей бұзған нүктеден үстіне қарай өседі деп есептелінеді. Өсіп баратыр, bull flag пайда болды, бұзды, кірдік, стоп лосс астында пайда көру мына жерде. Екінші пайда көру мына жерде. Яғни ол мынандай биік қозғалыс жасағандықтан осыны қайтадан жасау мүмкін. Сондықтан сіз мына жерден шықсаңыз болады, мына жақтан да шықсаңыз болады. Көп жағдайда агрессивті қозғалыстарда пайда болатын шаблон екен. Triangle деген ол енді үшбұрыштар, бұл негізінде қандай бір үлкен қозғалыстан кейін шығады деген нәрсе жоқ, бірақ жалпыламай әртүрлі ситуацияларда шыға береді. Жай бүйтіп биржа қозғалып келе жатып үшбұрыш болып кетеді деген сөз ғой. Сол кездерде біз сигнал аламыз. Үшбұрыштың rectangle-дың symmetrical, ascending, descending деген үш түрі бар. Ол symmetrical дегеннен түсінікте, екеуі бір-біріне symmetrical. Екі жағы бірдей, бір жағына қисық емес, бірдей симметрикалық тепе-тең дейміз. Ол жағдайда екі жағына да бұзатын шансы 50-50 деп есептелінеді. Үстіне қарай бұзған кезде біз long позицияға кіреміз, свеча жабылғаннан кейін кірсек жақсы, жабылмай тұрып кіруге де болады. Объем, волюмға байланысты. Егер жақсы бұзып жатса, сразу кіріп кетсек болады. Стоп лоссты свечаның астына қоюға болады, немесе мына үшбұрыштың астына қойсақ болады. Жалпы take profit ең үлкен биіктігінің мөлшеріндей бұзып атқан нүктеден соншалықты биік қайтадан бұзады, үстіне қарай қозғалады деп есептелінеді екен. Ascending triangle-ды қарасаңыз, кішкене басқаша. Үсті горизонтал, асты мынандай. Бұлда да day trading-да көп қолданылады. Негізінде астына қарай бұзылады екен көп жағдайда. Үстіне қарай бұзатын шанс бар, бірақ астына қарай көп жағдайда бұзылады. Астына қарай бұзған кезде біз шорт позицияға кіреміз, бірақ стоп лоссты қою оңайырақ. Үстіндегі резистенстің үстіне қоя саламыз. Таргет те оңайырақ, мынаның биіктігіндей деген сөз, ол бұзып атқан нүктеден соншалықты астына қарай. Жобамен мына маңайдан шығасыз деген сөз ғой. Енді сізге 2/1, 3/1 қатынаста пайда береді, яғни пайдаңыз немесе 2 есе, немесе 3 есе көп жағдайда болады екен. Descending triangle деген дәл осының енді қарама-қарсы, яғни астында горизонтал, үсті былай құлап атады. Осы жағдайда пайда болса, сіз бұның бұзылғанын күтесіз, яғни шаблон, кез келген шаблон трейд жасағанда біз шаблонның ішінде емес, бұзылғанын күтеді екенбіз. Сол кезде бізге бұл көбірек пайда береді және рискіміз аз болады. Үстіне қарай бұзды, мен кірдім лонг позицияға, стоп лосс астында бізде мына жерде биіктігіндей бұзып атқан жерден үстіне қарай соншалықты бізге өсетін шанс береді деп есептелінеді. Descending. Triangle-да бір-екі мысал айтатын болсақ құлап жатыр, бірақ бұл жерде құлап жатқанында көп не жоқ. Жалпы мынандай triangle пайда болды. Бұл ascending triangle. Ascending үшбұрыш пайда болды, астына қарай бұзылды, біз шортқа кірдік, таргет мына жерде. Стоп лосс мынаның үстінде. Свечаның үстіне қоя салуға болады бұл жерден. 5 минуттық свеча. Жалпы day trading-да 5 минуттықта Facebook компаниясы екен, биржашылар. Осындай енді шаблондар көп бізде пайда болады, қарасаңыздар. Свечамен қаншама сигналдар көріпсіз, свечалармен қаншама сигналдар көріпсіз. Жалпы оғанда шаблон деген сабақ осында. Өте қызықты жалпы сабақ, және бұған біраз практика керек. Сондықтан сіздер енді осыны оқыдыңыз, көрдіңіз, демо шоттарыңызбен немесе реал шот болса да көп практика жасаңыз, көзіңізді үйретіңіз, сол кезде көзіңіз жетіледі және көп шыдайтын боласыз. Келесі сабақта